Қайырлы күн оқырман, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай дастарханыңыздың сәнін ашатын, классикалық самсаға қарағанда тез жасалынатын, сонымен қатар өте дәмді болып шығатын үгілмелі самса түрін жасаймыз. Жасап көрген соң, көңіліңізден шығып жатса, астына пікір қалдырып кетсеңіз болады. Ендеше бастайық. Алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ болып тұрған сары майға қаймақ, жұмыртқаның сарысын, тұз, уксусқа ашытылған ас содасын қосып, сәл араластырып аламыз. Енді осы массамызға алдын ала илеуіштен өткізілген ұнымызды салып, ең алдымен қасықпен жинап алып, одан соң қолмен жинап, қамыр илейміз. Жиналған қамырымызды 30 минутке салафанға салып, тоңазғышқа қоя тұрамыз. Уақытымыз өткен соң қамырды алып екіге бөлеміз. Бір жағын алып, осылай сәл ұзынша етіп, дөңгелектеп, самсаларымыз бірдей шығу үшін 30 граммнан бөліп аламыз. Жалпы қамырдан 900 граммға жуық қамыр шығады. 30 граммнан бөлгенде 27 самса болады. Бөліп алғаннан кейін әрқайсысын жаюға ыңғайлы болу үшін дөңгелектеп алып салафанға саламыз. Егер ас үйлеріңіздің температурасы жоғары болған жағдайда бөліктерді салафанға салып тоңазғышқа қоя тұруға болады. Енді салмасын дайындаймыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай әртүрлі салма дайындауға болады. Мен екі түрлі салма жасадым. Біреуін еттен, ал екіншісін көкөністерден. Осы салмаларды жасаймын десеңіз, описаниеде қалдырып кеттім. Бұл самсаларды 3 түрлі етіп түйдім. Соның біріншісінен бастаймыз. Алдымен кішкене ұн сеуіп, дөңгелектеп қамырды жаямыз. Дастарханыңыз көрінетіндей самсаның бұл түріне жұқарақ жаю керек. Келесі видеодағыдай осылай кесіп, бір жақ шетіне салмамызды салып, төртке ораймыз. Астын жауып, осындай формаға келтіреміз. Піскеннен кейін қорықпаңыз, асты, ішкі жағы толық піседі. Келесі түрі дөңгелек самса. Ол үшін қамырымызды жайғанда қатты жұқа қылып жаймаймыз, тек шеттерін осылай жұқалау қыламыз. Ортасына салманы салып, хинкали тәріздес жинақтаймыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Үшінші самсаның түрі шетін өру. Қатты жұқа жаймаймыз. Салмамызды салып, шеттерін қысыңқырап өреміз. Міне барлығы дайын болды. Енді үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтке араласқан жақпамызды жағамыз. Қалауыңызша кунжут, тмин себуге болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут шамасында пісіреміз.
Самсаларымыз міне дайын болды. Асыңыз дәмді болсын.